Мектеп табалдырығын аттағалы отырған 70-тен аса балаға қажетті құрал жабдықтар табыс етілді. Қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы мен Республика партиясының Шымкент қаласындағы әйелдер қанаты бірлесе ұйымдастырған жәрдем әлеуметтік аз қамтылған, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және көп балалы отбасыларға көрсетілді. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды, ал көздері бал-бұл жайнаған бүлдіршіндер алғашқы қадамдарын басуға асық. Олар үшін ең алдымен мектепке қажетті құрал жабдықтардың түгел болуы маңызды. Бүгінгі іс-шара 72 балаға арналған школьная форма, канцелярия, рюкзактар сондай алынып, концертная программа және аниматор шақырып, сондай кішкене іс-шара істеп жатырмыз. Ассамблея дружбы народов, аналар кеңесімен при поддержке. Жалпы бұл жыл 300 балаға арналған арнайып школьный форма мен рюкзактар берілді. Бір жылда 100-150 балдарға обязательно сондай шара істейміз. Әр сайын, әр ай бізде 1-2 сондай шара болады, благотворительный проекттер болады. Балаларға аниматорлар көңілді бағдарламалар ұсынып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Ал келген қонақтармен қайырымдылыққа ұйытқы болған жандар жүрек жарды тілектерін жеткізді. Осы бүгінгі іс-шараның негізгі мақсаты жаңадан ғана мектептің табалдырығын аттайын деп жатқан біздің жасөспірім оқушыларымыздың ынта жігерін арттыру, бір қуанышқа бөлеу оларды. Әйтпесе әрбір ата-ана да өзінің бала-шағасына киім, оны ұстайтын қол жабдықтарын бәрін тауып бере алады. Мынау енді аналардың атынан, жалпы көпшілік халықтың атынан бүкіл бұл жас балалардың осы өмірде керекті өздерінің орындары бар екенін біліп, қуанышқа бөлеу үшін жасалып жатқан нәрсе. Осымен біз екінші рет өткізіп жатырмыз. Ассамблеяда жанындағы аналар кеңестері бірлесе отырып, өткенде де бірнеше мектептің оқушыларын жинап, осы жерде мектепке жол акциясын өткізгенбіз. Енді міне осымен екінші рет бүгінде 70-тен аса бір оқушыларды киіммен, басқа да оқу құрал жабдықтарымен қамтамасыз еткелі тұрмыз. Сол еліман жұрт тыныш болсын, аналардың тілегі осы өзімізден кейінгі жастар өсе берсін, өне берсін. Қазағымыздың туы әрқашанда биіктен көрінетін ұлдар мен қыздар өсіп шыға берсін. Ұйымдастырушылар жыл сайын 150-ден аса балаға мектеп формасынан бастап аяқ киім, кеңсе тауарлармен қамтамасыз етеді. Биыл оқу жылы басталғанға дейін 300-ден аса оқушы қамтылмақ. Айта кетейік, қайырымдылыққа 800 мыңнан аса қаражат жұмсалған.